Сәлеметсіздер ме? 5-ші сынып оқушылары бүгінгі видеода ағылшын тілі пәнінен бірінші тоқсанның БЖБ 2-сіне талдау жасап беретін боламын. Яғни бізде юнит 4-ші юнит living things тақырыбы. Бізге берілетін уақыт 20 минутты құрайды. Осы 20 минуттың ішінде тапсырмаларды орындап бітіруіміз керек. Видеоны асықпай, айналдырмай соңына дейін көреміз, себебі дұрыс түсінбей қалуы мүмкін. Және де каналда басқа да сабақтардан БЖБ тапсырмалар шығып жатыр, кіріп қарап көрсеңдер болады. Task 1. Read the text carefully and complete the task below дейді. Тексті асықпай мұқият оқы дейді, және де астындағы тапсырмаларды орында дейді. Бұл жерде логумдар жайлы, яғни суреттегі оқып берейін. Logums are animals from the planet dental. Dental планетасының жануарлары логумдар дейді. They are very large. Олар өте үлкен дейді. Олар кішкентай болып келеді дейді. A logum has a very big body. Олардың үлкен денесі бар дейді. His neck is short. Оның мойны қысқа дейді. And his head is small дейді. Оның басы кішкентай дейді. He has 4 short thick legs. Оның кішкентай 4 жалпақ аяғы бар дейді. His feet are flat дейді. Each foot has 3 big toes. Әр аяқтың 3 саусақтары бар дейді. A logum has a long trunk like an elephant. Пілдер сияқты олардың ұзын тұмсықтары бар дейді. Under the trunk there is a very big mouth. Тұмсықтарының астында өте үлкен ауыздары бар дейді. There are 4 sharp teeth in the mouth. Олардың аузында 4 тісі бар дейді. The logum's eyes are small and round дейді. Олардың көздері үлкен, кішкентай және де домалақ болып келеді дейді. His ears are small and narrow. Олардың құлақтары кішкентай және де ұзынша болып келеді дейді. They are in the middle of his head дейді. Олар басының екі жанында орналасқан дейді. A logum has long thick green hair. Логумдардың жасыл түсті шашы бар дейді. He lives in cold climate. Олар суық климатта өмір сүреді дейді. Яғни сұрақтарға жауап береміз. Бірінші, read the text again and choose the best title. Тексті қайтадан оқы дейді, және де дұрыс сәйкес келетін тақырыпты таңда дейді. Бірінші, A logum has a very big tail дейді. Яғни логумдардың үлкен аяқтары бар дейді. Яғни бұл тақырыпқа жатпайды, яғни тақырып тек аяқтар жайында емес. Екінші, strange animals logums. Өзгеше жануарлар логумдар дейді. Plants of planet dental. Dental планетасының өсімдіктері дейді. Яғни бізге сәйкес келетін жауап B болады. Келесі екінші, match the halves of the sentences. Яғни сәйкестендіру керек. Бірінші, logums are animals дейді. From the planet dental. B жауап болады. Яғни логумдар dental планетасының жануарлары дейді. Екінші, each foot has 3 big toes. Әр аяқтың 3 саусақтары бар дейді. Келесі, there are 4 sharp teeth in the mouth. Олардың ауыздарында 4 үлкен өткір тісі бар дейді. Яғни осылай сәйкестендіріп жазады екенбіз. Келесі, екінші writing тапсырмасы. Task 2. Екінші тапсырма. Write a short paragraph of 4 sentences to complete a story using the pictures below and the words from the box. Check your answers. Яғни мына жерден біз 4 суретті таңдап алып, сол 4 суретті осы сөздер арқылы сипаттауымыз керек. Бірінші, this is a palm. Бұл пальма ағашы дейді. It has long leaves. Ол өте ұзын болып өседі дейді. Келесі, this is a lion. Бұл арыстан дейді. It has long brown tail. Оның қоңыр ұзын шашы бар дейді. Келесі, this is a doctor. Бұл доктор дейді. He has a blue tie. Оның көк түсті шалбары бар дейді. This is a house. Бұл үй дейді. It has a blue roof and a green door. Оның көк шатыры және жасыл есігі бар дейді. Келесі, these are 2 girls дейді. Бұлар 2 қыздар дейді. 2 қыз дейді. They have the same brown hair. Олардың бірдей қоңыр шашы бар дейді. Яғни осылай сипаттап жазсақ болады. Келесі, екінші happy family дейді. Екінші текст бақытты отбасы дейді.
Once upon a time there lived animals and the people together in one house. Өткен заманда, яғни белгілі бір уақытта жануарлар мен аңдар бір үйде өмір сүрді дейді. They were very friendly and happy. Олар өте бақытты және дружелюбно өмір сүрді дейді. They helped each other in different situations дейді. Яғни олар әртүрлі ситуацияларды өздерінше бір-біріне көмектесіп шешті дейді. Яғни суреттегі крокодил, This is a crocodile. It has green tail. Сол сияқты жазсақ болады. The picture shows a crocodile. Суретте крокодил берілген. It has sharp teeth. Оның өткір тістері бар деп сипаттап жаздық, және ол текстің жалғасы. People call this family happy family because they live it cheerfully. Адамдар ол отбасын бақытты отбасы деп атады, себебі олар өте бақытты өмір сүрді дейді. Nobody could dare to disturb them дейді. Яғни біздің осымен бүгінгі БЖБ талдауымыз аяқталды. Оқушылар, каналда әртүрлі БЖБ тапсырмалар шығып жатыр. Каналға тіркеліп қойсаңдар, ең бірінші болып сол тапсырмаларды көретін боласыңдар. Келесі БЖБларда кездескенше сау болыңдар.